Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары, қалалық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапханасына қош келдіңіздер. Мәдениет пен өнер ұлы болмайынша ұлт ұлы болмайды дегендей, егеменді мемлекетіміздің болашағы жастардың танымдық қабілетін қалыптастыратын мәдени ортаның бірі кітапхана болып табылатынын бүгінде білмейтін адам кем деген шығар. Ендеше бос уақытыңызды біздің кітапханада өткізуге, кітап оқуға, кітапханадағы жаңа ақпараттармен танысуға асығыңыздар. Өйткені біздің кітапханада әр оқырман жүрегіне жол таба білетін, қажетті ақпаратты дәл табу үшін жан тәнімен беріліп қызмет атқарып отырған еңбекқор кәсіби мамандар қызмет жасайды. Кітап алдыңғы ұрпақтың кейінгі ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойлаудан да тыйылар едік дейді Ғабит Мүсірепов. Кітапханамыздың Ақан Қасымов атындағы залында зағип жандар мен көзі нашар көретін азаматтардың ыңғайына қарай кітап оқуына, шығармашылықпен айналысуына, тынығуына барлық жағдай қарастырылған. Брайль жүйесімен жазылған кітаптардан бөлек оқырманмен бірге келген жеке көмекшілерге, олардың отбасы мүшелеріне және өзге де келушілерге арналған жазық баспалы басылымдар мен кітаптар бар. Зағип және нашар көретін оқырмандарымыз үшін брайль алфавитін меңгеруге, компьютермен гаджеттермен жұмыс жасап үйренуіне, брайльша дисплейдің көмегімен жұмыс жасауына, ғаламторды пайдалануына, кітап оқитын арнайы құралдың көмегіне жүгінуіне мүмкіндігі бар. Ал Ақан Қасымов залының ең кішкентай оқырмандары өздерін қоршаған әлеммен тактильді кітаптар арқылы танысатын болады. Бұл кітаптар мәтін арқылы емес, табиғи заттар арқылы безендіріліп, бала сипап сезу арқылы ертегінің таңғажайып әлеміне саяхаттайтын болады. Кітапханамыздың мәдени тынығу орталығы арнайы жабдықталған конференц залымызда семинар, тренинг, конференция, кездесулер, мастер-класстар, презентациялар, дөңгелек үстел, кітап көрмесі, лекциялар және тағы да басқа заманауи іс-шараларды жоғары дәрежеде өткізуге мүмкіндігіміз бар. Кітапханамыздағы интерактивті орталығының қызметі тұлға аралық қарым-қатынасқа негізделе отырып жеке тұлғаны дамытуға бағытталады. Сонымен қатар таным белсенділігі мен ізденіс дербестігін қалыптастырып қана қоймай, әрі қарай дамытып есте сақтаумен, мәліметтерді талдап жинақтау арқылы жеке және өзіндік ерекше қабілеттеріңізді ашуға мүмкіндік береді. Луи Брайль залы. Зағиптарға арналған бедерлі нүктелі шрифтпен жазылған кітаптарды оңаша отырып оқуға арналған. Бұл кітаптар арнайы кітапхана кітап қорының негізгі бөлігін құрайды. Диктордың жағымды дауысы, әуенмен әрленген әдеби шығарманы ыңғайлы диванға жайғасып тыңдағыңыз келе ме? Онда аудиозал сіздің қызметіңізге әзір. Келесі зал балалық шақтың бақытты мекені, Baby Books залы. Бұл кезеңде баланың бойындағы табиғи дарындылық жан-жақты дамиды. Бұл залда сіздің балаңыз кітап оқып, ойнап, сурет салып, би билеп, тіл меңгеріп, мәнерлеп өлең оқып, актерлік қабілетін дамытуға үлкен мүмкіндігі бар. Ал білімді жан-жақты дамыған ұрпақ ұлтымыздың баға жетпес байлығы емес пе? Ендеше кітапхана сіздің балаңыз үшін нағыз шаттық мекені болмақ. Сонымен қатар кітапхана залдары келушілердің көңіл күйлеріне жағымды әсер ететін түстерге боялып, зағип оқырманның кедергісіз жүріп тұруына барлық жағдай жасалған. Жазғы мезгілде балалардың ойнауына және ересек оқырмандардың таза ауада тыныстап кітап оқуымен демалуына арналған алаңшалар да бар. Өткенімізді ой елегінен өткізер болсақ, бабаларымыз тағылымға тұнып тұрған салт дәстүр, әдет ғұрып, мәдениет, әдебиет, тарихын қағазға түсіріп қаттап кітап қылып шығармаса да, ауыздан ауызға таратып, ұрпақтан ұрпаққа насихаттап, аманат етіп отырған. Кешегі дуалауыз дана бабаларымыз ізгілік пен ізеттіліктің, имандылық пен ибалылықтың жаршысына айналған еді. Бүгінде сол қазыналарымызды жас буынға жеткізуші алтын көпір, кітап пен кітапханалар болып отыр. Өткен замандардың тұңғиық тереңінен сыр шертетін тарихы да, әдебиеті де, басқа да ғылым кереметтерін кітапханадан табатын боласыз. Бүгінде жаңарып, жаңғырған кітапханамыз қаланың барлық тұрғындарына өзінің есігін айқара ашып отыр. Келіңіздер, көріңіздер, біздің оқырман болыңыздар.